Бодо Шефердің «Мани» атты төбет қаржылық сауаттылыққа арналған мотивациялық ертегісі. Кітап оқырманды ақшаға деген көзқарасты өзгертуге, дұрыс қаржылық әдеттерді қалыптастыруға шақырады. Шығармадағы басты кейіпкер жас қыз, ал онымен сырлас әрі ақылшы дос, сөйлесуді білетін ерекше ит Мани. Төменде осы қызықты хикаяның негізгі оқиғалары мен пайдалы кеңестері баяндалады. Оқиғаның басталуы. Кітап кішкентай қыз Кираның өмірінен басталады. Ол орташа дәулетті отбасында өсіп, қатарластарынан кем қалмаймын деп түрлі нәрселерді армандайды. Бірақ ақшаны қалай табу керек, қалай үнемдеу қажет екенін жақсы білмейді. Мектепке, үй ішіне қатысты әдеттегі шаруа өз алдына. Басты мәселе қаржы тақырыбы оған қиын болып көрінеді. Бір күні Кира көшеде ерекше итті кездестіреді. Ол иттің аты Мани. Ең таңданарлығы, бұл ит адамша сөйлей алады. Міне, дәл осы сәттен бастап қыздың қаржылық сауаты артып, ақшаны қалай ұқыпты және ақылмен жұмсау керектігін үйренудің ұзақ, қызықты сапары басталады. Ит Мани және алғашқы сабағы. Мани алдымен Кираға қарапайым сұрақтар қояды. Ақша саған не үшін керек? Сен қандай арман мақсаттарыңды жүзеге асырғың келеді? Бұл сұрақтарға жауап іздеу Кираға ой салады. Ол әдетте нені армандайтынын, неге қол жеткізгісі келетінін нақты жазып шығуға кіріседі. Мани оған арман мен мақсатты нақтылап жазудың маңыздысын түсіндіреді. Себебі адамның санасында айқын мақсат болса, сол мақсатқа жету жолында жұмыс істеу оңайлайды. Мани үйреткен алғашқы қағида кез келген кірістің бір бөлігін міндетті түрде жинақтау. Кира мұны бастапқыда қиын көреді, өйткені тәттілер мен ойын-сауыққа ақша жұмсағысы келеді. Алайда Мани оған ең алдымен өзіңе төле қағидасын түсіндіреді. Яғни қолыңа ақша түскен бойда оның кем дегенде 10%-ын немесе нақты бір бөлігін жинақтау керек. Бұл болашақтағы үлкен армандарды орындауға негіз болатын алғашқы қадам. Жетістікке жету жолындағы амалдар. Мани екінші сабақ ретінде күнделікті кіріс-шығыс есебін жүргізуді үйретеді. Осылайша ақша қайда жұмсалып жатқанын анық көріп, қажетсіз шығындардан бас тартуға болады. Кира өзі шығынын жазып отырып, күніне ақша қажетсіз заттарға кететінін байқайды. Бұл оны үнемшілдікке және саналы түрде ақшаны жұмсауға талпындырады. Кейін Мани қызға инвестиция ұғымын түсіндіреді. Ақшаны тек қана жинау емес, көбейту жолдарын үйретеді. Қарапайым мысалдар арқылы бірте-бірте өз қаржыңды көбейтудің нақты қадамдарын көрсетеді. Жас оқырмандар үшін де бұл қызықты әрі түсінікті тәсіл. Маңызды кеңестердің бірі оң ойлау немесе сенімділік. Мани, ақша жамандық емес, ол сенің қолыңдағы құрал дейді. Егер сен ақшаға негативті көзқараспен қарасаң, олар саған оңай келмейді және қашып кетеді. Ал ақшаға деген дұрыс қатынас сенің ой өрісіңді қалыптастырып, табысқа жетуге жол ашады. Мақсат қою және армандарды жүзеге асыру. Мани Кираға мақсаттарды кезең-кезеңмен қоя білу қажеттігін көрсетеді. Қысқа мерзімді мақсат, мысалы, бір ай ішінде жинақ ашып, алғашқы 10%-ын салу. Орта мерзімді мақсат, жыл ішінде белгілі бір сома жинап, кішігірім жеке жобаны бастау. Ұзақ мерзімді мақсат, бірнеше жылдың ішінде үлкен армандарды іске асыру. Мысалы, саяхатқа бару, жаңа іс ашу, оқу төлемін өтеу. Әр мақсатқа жете алған кезде Кираның өзіне деген сенімі артады. Ол өзін қаржыға қатысты сауатты сезіне бастайды. Ата-анасы да оның әрекеттерін байқап, бірте-бірте қыздарының өзгерістеріне қуанады. Ерік жігер мен тәртіптің маңызы. Әрине, жол бойында Кира шығындарды бақылауда қиындықтарға тап болады. Әсіресе достарымен бірге көңіл көтерген кезде, немесе аяқ астынан ұнайтын затты көргенде артық ақша шығыны болып кетеді. Мұндай сәттерде Мани оған үнемі ескертеді. Тәртіп үлкен жетістіктің кепілі. Ақша жинау мен инвестициялау біраз уақыт пен төзімділікті талап ететін үрдіс. Кира үнемі еске түсіретін тағы бір қағида. Бірінші қадам жасаудан қорықпау. Егер ол алғашқыда ақ менде ештеңе шықпайды деп ойласа, нақты нәтижеге қол жеткізе алмайтын еді.
Сондықтан бұл кітап өз оқырмандарына әрекет ету керектігін, кішкентай қадамдардың өзі болашақ үшін маңызды екенін ұқтырады. Қаржылық тәуелсіздікке ұмтылу. Хикая соңында Кира өз арман мақсаттарын нақтылап қана қоймай, табысқа жетудің жолдарын түсінеді. Ол ақшаны басқаруды және қаржылық тәуелсіздікке ұмтылуды үйренеді. Кітаптың негізгі идеясы әркім өз қаржылық өмірін өзгерте алады. Бастысы дұрыс ниет пен дұрыс әрекет қажет. Мани атты төбет кітабы балалар мен жасөспірімдерге қаржылық сауаттылықты қарапайым тілмен жеткізуге арналғанымен ересектерге де ой салады. Өйткені біз өзіміз де кейде ақшаны басқару мәселелерінде қателіктер жібереміз. Бодо Шефердің бұл еңбегі ақшаға байланысты ескі стереотиптерді бұзып, қарапайым әрі нәтижелі әдістерді пайдалану арқылы жетістікке жетуге болатынын көрсетеді. Қорытынды. Мани атты төбет қаржылық сауаттылықты ерте жастан үйретуге жетелейтін қызықты туынды. Кішкентай Кира мен ерекше ит Мани арасындағы диалогтар арқылы оқырман ақша жинау, инвестиция жасау, мақсат қою және тәртіпті ұстану сияқты маңызды ұғымдарды түсінеді. Бұл кітап өзінің жатық тілінің арқасында кез келген жастағы адамға түсінікті болып, қаржыға қатысты қорқыныш пен теріс көзқарасты жоюға көмектеседі. Егер өз мақсатыңа жетіп табысты болғың келсе, шығындарыңды бақылай біл, кірісіңнің бір бөлігін жинақта, үнемі ізденісте болып, ақшаға деген көзқарасыңды өзгертіп көр. Сонда өміріңдегі көптеген мүмкіндіктерге жол ашылады. Міне, Мани атты төбет кітабының беретін басты сабағы дұрыс ниетпен және тәртіппен жұмыс істеген адамға ақша да, табыс та, арман да қызмет етеді.